ойыншықтар оянып кетуі және олардың ішінде жын бар ма деген сұраққа бүгін біз жауап беретін боламыз. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанус арнасы. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кет және ең керемет комменттер жазып бесінен ұтып ал. Достар, біз бүгін қорқынышты ойыншықтар, оянып кеткен ойыншығы туралы қызықты мәліметтер және сұмдық деректер айтатын боламыз. Достар, онда өзіңізге шай, печенье алып осы видеоны көріңіз. Онда біз бастаймыз. Баз Лайлердің қозғалуы. Бұл ойыншықты барлығы білетін шығар. Алекс деген бала ол ойыншықты қозғалады екенін айтқан. Кейін оны видеоға түсіргісі келіпті. Шкафтың ашылғанын қараңыз. Сонда бұл ойыншық шынымен де тірі ме? Ал бұл бала ойыншықтар тарихы мультфильмдегі ойыншықтардың барлығын сатып алып, соны тексергісі келеді. Кейін динозавр аузын қозғалтады. Бұған сенесіздер ме, әлде жоқ па? Ал бұл жерде бұл ойыншық өздігінен қозғалып жатыр. Ал бұл жерде бір бала ойыншықтардан қорқып соған камера қойып қояды. Бұлар қозғалама деген сәтте. Бірақ бұл қыз өздігінен қозғалды. Ал бұл ойыншықтың ішіне жын кіріп кеткен бе, не болып жатыр өзі? Қорқынышты ме әлде күлкілі ме? Енді мынаны қараңыздар, ойыншықтар жүгіріп бара жатыр. Ол шын ба әлде монтаж ба? Достар, бұл қозғалса арнаға жазылып лайк басуыңыз керек. Достар, жазылыңдар. Ал мынау жерде мұқият қараңыздар. Мұқият. Мынан натуре ішіне жын кірген ба, или натуре қозғалама. Ал бір адам машинамен кетіп жатқанда бір ойыншық оның машинасының артына мініп алғаны көрінеді. Ал бұл жерде ол қозғалып неше түрлі қимылдар жасайды. Қараңыздар.
Ал бұл адам бөлмеге кіріп қалғанда ойыншықтар қозғалып жатқанын көреді. Ал бұл болса балабақшада болған оқиға. Бұл ойыншық қайтадан қозғалды. Достар, осылайша біздің видеомыз аяқталды. Арнаға жазылып лайк басып кет. Қош, сау бол.